Каналыма қош келдіңіз. Сіздермен Феруза Мырзаева. Бүгін видеода сіздерге шаштың түсін тоқтататын, қалыңдататын, оны тез өсіруге көмектесетін қарапайым әдіспен бөліскім келіп отыр. Менің қолымда қазір розмарин эфир майы. Розмарин эфир майы сізге не бере алады? Розмарин эфир майы шашыңызға қолдан арқылы оны қалыңдатады, түсуін тоқтатады және тез өсуіне ықпал ете алады. Мен өзім қанша уақыттан бері осы әдісті қолданамын. Босанғаныма көптеу уақыт болған жоқ. 4-ші балам білесіздер, босанғаннан кейін шаш өте қатты түседі. Менің шашым сол түсімге өте бейім еді. Алайда қазір осы лайфхактың арқасында шашым қалыңдап, тез өсіп, тіпті игере алмай жатырмын. Өкінішке орай көрсете алмаймын орамалдан, бірақ сенесіздер деген үміттемін. Мен сіздерге тек тексерілген әдісті бөлісемін. Мен розмарин майын қалай қолданамын? Ең бірінші, басымды жуардан алдын 1-2 сағат алдын осы розмарин майымен әдемілеп шашыма массаж жасаймын. Шаш түптеріне жақсылап тұрып, қыздырып массаж жасап болғаннан кейін целлофанмен орап 1 сағаттай жүремін, одан кейін кәдімгі шампуньмен жуып тастаймын. Бұл бірінші әдіс. Осыны қолдансаңыздар болады, 1 аптада 1 рет. Немесе әр бас жуған кезіңізде шампуньмен жақсылап жуып болғаннан кейін суға кішкентай бір стакан немесе 2 стакан суға 6-7 тамшы розмаринді тамшылап араластырып қоясыздар да, бастарыңызды тазалап жуып болғаннан кейін осы сумен шаясыздар. Одан кейін жуып тастамайсыздар. Бұл да жақсы көмектеседі. Енді 3-ші әдіс. Егер сізге массаж жасап жүруге, шашыңызды жуып болғаннан кейін арнайы су дайындап жүруге уақыт болмаса, өзіңіздің қолданатын шампуньіңізға розмариннің 5-6 тамшысын араластырып, тамшылап дайындап қойсаңыздар болады. Әр бас жуған кезде ол өзінің қызметін атқаратын болады. Сіздің шашыңыз бұл әдістерді жасағаннан кейін 1 айларда нәтиже көріп бастайсыздар. Шаштарыңыз қалыңдап бастайды, жаңағыдай балапан шаштар шығып бастайды деген сияқты ұзарып қалады. Міндетті түрде қолданып көріңіздер. Қарапайым әдіс болғанмен 100% жұмыс жасайтын әдіс менің сүйікті әдісіме айналды. Мені инстадағы оқырмандарым жақсы біледі бұл әдісті. Сіздерге де бөлісейін деп шештім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Комментарий бөлімінде өз ойларыңызды жазып, нәтижелеріңізбен қуантыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда сіздерге көптеген керемет пайдалы ақпараттарды бөлісіп отыратын боламын. Сіздермен болған Феруза Мырзаева. Сау саламатта болыңыздар.